Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Құралай Анарбекова жайлы айтамыз. Қазақстандық актриса, кинопродюсер, Горик Групп компаниясының негізін қалаушы және басшысы, Астана қаласының триатлон федерациясының вице-президенті, талантты да көрікті Құралай Анарбекова туған жерінен тыс жерлерде де танымал. Оның мансабы жарқын эпизодтарға толы. Жұлдыздың болашаққа арналған жаһандық жоспарлары жанкүйерлерді таңғалдырады. Құралай Ғалымжанқызы Анарбекова 1989 жылы 11 маусымда Ақтөбе облысының Шалқар қаласында туған. Бала кезінен гимнастика және халық биімен айналысқан. Ақтөбе қаласының 40-шы орта мектебін бітірген. 2005 жылы Ақтөбе политехникалық колледжіне мұнай және газды автоматтандыру және басқару факультетіне түсті. Оқып жүріп, толық емес жұмыс күнімен айналысып, оқу ұйымдастыру қызметтерінің тапсырмаларын орындаған. Табын тайпасынан шыққан. Өзінің тартымды келбетінің арқасында 2006 жылы агроөнеркәсіптік кешен аруы және Ақтөбе аруы атағын алып, Қазақстан аруы 2006 байқауында өз аймағын таныстырды. 2009 жылы Сәтбаев атындағы қа.зту-ға Алматы қаласына оқуға түсті. 2012 жылы Сергей Герасимов атындағы бүкілресейлік мемлекеттік кинематография институтына оқуға түсіп, продюсер мамандығы бойынша білім алып, кәсіптік оқуды аяқтады. 2010 жылы атақты қазақ режиссер Талғат Теменовтың «Менің күнәһар періштем» фильмінде Жерар Депардьенің қатысуымен дебют жасады. Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» фильміндегі Қорлан рөлінен кейін танымал болды. 120-ға жуық актриса қыз Қорлан рөліне үміткер болды, бірақ режиссер Құралай Анарбекованы таңдады. 2013 жылы кино номинациясы бойынша Серпер мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 2016 жылы Нұрлан Қоянбаевтың қазақша бизнес-комедиялық фильмінде Лаура рөлін сомдады. 2016 жылы Анаға апарар жолда Айсұлу рөлін сомдады. 2018 жылдың мамыр айында Құралай Анарбекова Канн кинофестивалінің ашылуына шақырылды. Ол қызыл кілеммен дат-дизайнері Изабель Кристенсеннің көйлегімен жүрді. 2019 жылы түсірілген «Ва-банк» фильмде Камила атты сұлу қыздың рөлін сомдады. Брод.кз кинематографиялық басылымның мәліметінше, бұл Құралай Анарбекованың продюсер болған үшінші фильмі. 2021 жылы «Тойхана» фильмінде Айжан рөлін сомдады. 2018 жылы Forbes Қазақстан 30-дан кіші 30 табысты қазақстандықтар тізіміне енді. Сондай-ақ шоу-бизнес және спорттың 20 жұлдызы 2018 рейтингінде 14-ші орынды иеленді. 2018 жылдың жазында «Брат или брак 2» комедиялық түсірілімі аяқталды. Құралай Анарбекова тағы да бас продюсер болып басты рөлді сомдады. Фильм 2019 жылдың 31 қаңтарында прокатқа шықты. 2019 жылдың қаңтар айында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақстанда жастар жылының ашылу салтанатына қатысты. 2019 жылдың мамыр айында Құралай Анарбекова президенттікке кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабының жастар қанатына кіріп, сенімді тұлға болды. 2019 жылдың жазында Назарбаев университетінің жоғары бизнес мектебінде EMBA бағдарламасы бойынша оқуды бастады. 2019 жылдың қыркүйегінде Құралай Анарбекова үздік әйел рөлін сомдағаны үшін Алматы фильм фестиваль сыйлығын алды. 2019 жылдың соңында Құралай Анарбекова Ақтөбенің 150 жылдығына орай медальмен марапатталды. 2023 жылдың ақпан айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы вакцина комедиясы шықты. Құралай Анарбекова продюсері болды. Наурыз айында «Брат или брак 3» фильмінің 3-ші бөлімінің түсірілімі басталды. Бұл жұлдыздың 6-шы өндірістік жобасы. 2024 жылдың наурыз айының басында «Брат или брак 3» фильмі жарыққа шыққан еді. Қуанышты жаңалық, біздің фильм миллиард теңге жинады. «Брат или брак 3» Голливудтың ең мықты жұлдыздары мен қомақты қаржыға түсірілген «Дюна» 2 блокбастерінен касса жинау жағынан басы бозды.
Бастысы, сіздерге көрермен көп рахмет. Міне, екінші апта болды. Сіздердің арқаларыңызда голливудтық емес, қазақстандық төл туындымызға қолдау көп болып жатқаны қуантады, деп жазды жеке парақшасында актриса. 2023 жылдың қыркүйегінде Қазақстан Республикасының тұңғыш ұлттық спутниктік телеарнасы «Орел и решка» бағдарламасының қазақ тіліндегі нұсқасын көрсете бастады. Жүргізушілердің бірі блогер Ғани Әжікенов болса, екіншісі Құралай Анарбекова болды. Бағдарлама Қазақстан аймақтарының ерекшелігін ашуға бағытталған, бірақ әлемнің басқа елдерінде де түсірілмек. Жүргізуші Маңғыстаудағы Бозжыра трактінің фотосуреттерімен жазылушыларын тәнті етті. Жан-жақты Құралай Анарбекованың басқа да жоспарлары бар болғандықтан тұрмысқа шығуға асықпайды. Ақылды Құралай махаббат пен құмарлықтың ұзаққа бармайтынын біледі. Ол үшін махаббат пен серіктестікке қатысы жоқ салауатты амбициялар маңызды. 2022 жылы Құралай Анарбекова ашық жазба жариялады. Онда ол қызын 30-ға дейін тұрмысқа беруге рұқсат етпейтінін айтқан. Атақты қыздың жоғары білім алып, ақша табуды үйреніп, саяхаттап, армандарын жүзеге асыру керектігін алға тартты. Осы қадамдардың барлығынан кейін ғана ол отбасын құрып, тұрмысқа шығуға дайын болады дейді. Құралай Анарбекова бай күйеу іздемейтінін айтты. Ол шынайы махаббатты іздейді. Жазылушылары онымен барлық жағынан келіспейді. Көпшілік тұрмысқа шыққаннан кейін оның пікірі өзгереді деп сенеді. Сіз қалай ойлайсыз? Атақты қыздың айтқаны дұрыс па? 2022 жылдың соңында актриса, блогер әрі жүргізуші Аман Тасғанға ашық сұхбат берді. Онда ол бақытты отбасын құрып, көп балалы ана болу арманы екенін айтқан. Атақты қыз мұндай жігітті кездестіргенін, оның өзінен кіші екенін айтты. Құралай бір-бірінің ата-анасын әлі кездестірмегендерін айтып, жігітінің атын атаудан бас тартты. Оның махаббат тарихы қалай өрбитіні белгісіз. Актриса және продюсер өзін-өзі дамытуды жалғастырып, шығармашылық және жеке өміріне жоспарлар жасайды. Ол рөлдерін күтпей, фильмдер түсіріп, оларда актриса ретінде ойнауды шешті. Құралай Анарбекованың стратегиясы өз жемісін бергендей. Жұлдыздың жаңа жобаларын және оның талантының дамуын тамашалай берейік. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Ұнаса лайк басып, келесі жолы қандай жұлдыз туралы білгіңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.